Қызылорда қаласының маңында орналасқан 2010 жылдары салынған Казагрофинанс деген ол кезде мекеме болды. Солардың қаржыландыруымен қазірде ол сол кісілердің балансында, өйткені алған азаматтар қаражаттарын ол толық төлемеген. Біз оны қазір сол компаниямен де қайта шығып отырмыз. Бұны енді қайтадан жаңғырту керек шығар, басқа кәсіпкерге ұсыну керек шығар деп. Бірақ олар қазір жолдарын қарастырып жатыр. Бірақ әлі шешімін табылмай жатыр. Шын айтсақ, ол енді ертеді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, 13 жыл деп. 15 жыл бұрын іске қосылып, шамалы уақыт істеп, содан бері шын айтсақ тоқтап тұр. Жағдайды мойындауымыз керек, өте нашар. Бірақ біздің меншігімізде емес, ол шын айтсақ. Енді өңірде болғаннан кейін әрине біз жанымыз ашиды, жауап береміз. Бұл бағытта жұмыс жасаймыз алда.